Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері, жай және құрама сандар. Бөлгіштер мен еселіктер ұғымын жақсылап түсініп алатын болсаңыздар, онда ең кіші ортақ еселік, ең үлкен ортақ бөлгіш деген алдағы уақытта тақырыптарды өтесіздер, сол тақырыптарды оңай үйреніп алатын боласыздар. Сондықтан бөлгіштер мен еселіктер ұғымын жақсылап түсініп алуларыңыз қажет. Ендеше кеттік. Бөлгіштер. Бөлгіш бұл берілген санға қалдықсыз бөлінетін сандар. Мысалы, 16 санын алайық. 16 санының бөлгішін тап десе, осы 16 санына қалдықсыз бөлінетін сандарды жазасыздар. Олар 1, 2, 4, 8, 16 екен. Енді 20 санның бөлгіштерін тап десе, 20 санның бөлгіштерін табу үшін осы санға қалдықсыз бөлінетін сандарды жазасыздар. 1, 2, 4, 5, 10 және 20 екен. Енді қасиеттеріне тоқталатын болсақ, берілген санның ең үлкен бөлгіші сол санның өзі болады. Мысалы, мына жерде берілген сан 16, осы 16 санның ең үлкен бөлгіші осы сан болады, 16 болады. Ал 20 санның ең үлкен бөлгіші осы 20 сан болады екен. Енді бір саны кез келген санның бөлгіші бола алады екен. Кез келген санның бөлгіші бола алады. Үшіншісі, бөлгіштер жұбының қасиеті. Бөлгіштер жұбының қасиетін түсіну үшін мынадай мысал қарастырайық. 24 санның бөлгіштерін өсу ретімен жазайық. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 және 24. Енді бірінші тұрған сан мен соңғы санын көбейтсек, 1-ге 24-ті көбейтсек 24, 2-ге 12-ні көбейтсек 24, 3-ге 8-ді көбейтсек 24, 4-ге 6-ны көбейтсек те 24. Яғни бастапқы берілген сан шығады екен. Сонымен бірдей болады екен. Бұл бөлгіштер жұбының қасиетін береді. Тағы бір мысал келтірейік. 12 санның бөлгіштерін өсу ретімен жазып алатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 6 және 12. 1 мен 12-ні көбейтсек 12, 2 мен 6-ны көбейтсек 12, 3-ге 4-ті көбейтсек те 12-ні береді екен. Енді еселіктерге тоқталайық. Еселіктер дәл сол 16 санын алайық. 16 санын осы еселік түсіну үшін осы сан, 16 саны, осы 16 сан бөлінетін басқа сандар еселіктер болады. Мысалы, 16, 32, 48, ары қарай жаза береміз. Еселіктері шексіз көп кете береді, жалғастырып жаза берсек болады. Тағы бір мысал қарастырайық. Мысалы, 10 санның еселіктерін жаз десе, осы 10 санын бөлінетін басқа сандар. Осы 10 саны бөлінетін басқа сандар. Мысалға, 10, 20, 30, 40, 50, 60 осы сандар, мына 10 санының еселігі болады. Бұны ары қарай жаза берсек, шексіз көп, кете береді. Енді берілген санның ең кіші еселігі сол санның өзі болады. Берілген сан мына жерде 16 болып тұр. Осы берілген сан 10 болып тұр. Осы 10 санның ең кіші еселігі 10 болады. Сол санның өзі болады. Енді ары қарай есептер қарастырайық. 139 5-ге де, 4-ге де, 2-ге де, 7-ге де еселік болатын 4 санды атаңдар дейді. Бірінші 5-ге де, 4-ге де еселік болатын сандар. Яғни 5-те, 4-те осы 2 санға 2 сан бөлінетін басқа сандар жазуымыз керек. Олар 20, 40, 60, 80 ары қарай жаза берсек болады. Екінші 2-ге де, 7-ге де еселік бола алатын сан 14, 28, 42, 48. Еселіктер болып тұр. 14 деген еселігі 2-ге бөлсек 7 шығады, 7-ге бөлсек 2 шығады. Екеуіне де бөлініп тұр, 2-ге де 7-ге де бөліп тұр. Келесі 140. 70 қорап қарындашты жәшіктерге салу керек. 5 қорап, 8 қорап, 14 қорап сиятын жәшіктер бар болса, осылардың қайсыларын алған ыңғайлы болады? Ол үшін 70 қорапты 5 қорап сиятын жәшікке бөлетін болсақ, 70-ті 5-ге бөлсек 14. Яғни қалдықсыз шығып тұр, демек осыны алсақ бізге ыңғайлы болады. Ал 70-ті 8-ге бөлсек, бізге қалдық шығып қалады. Бұл ыңғайлы болмайды. Келесі 70-ті 14-ге бөлсек 5. Бұл бізге ыңғайлы болады. 1 мен 3 бізде ыңғайлы болады екен. Келесі 502 саны 22.088 санының бөлгіші болатыны дұрыс па? Бұл есеп шығару үшін 22.088-ді 502-ге бөліп көреміз. Егер қалдықсыз сан шығатын болса, онда бөлгіші бола алады. Ал қалдықпен шығып кететін болса, онда бөлгіші бола алмайды екен.
бірінші есепте ол бөлікші бола алады. Қалдықсыз сан шығады. Келесі 65667 саны 3127 санның еселігі болатыны дұрыс па? Бұл есепті де шығару үшін 65667 санын 3127-ге бөліп көреміз. Қалдықсыз сан шықса, еселігі бола алады. Қалдықпен шығатын болса, еселігі бола алмайды деген сөз. 13188 саны 24 санның еселігі болатын дұрыс па? 13188 санын 24 санына бөліп көріп, арай мына есептерді толықтырып жазсаңыздар болады. Келесі 148 есеп. X кіші 71 теңсіздігі дұрыс болатындай, және бірінші 15-ке еселік, екінші 23-ке еселік болатын X-тің орнына барлық натурал сандарды жаз дейді. 15-ке еселік болатын сандар олар 15, 30, 45, 60 деп жаздық. Яғни арғай 75-те біз еселік бола алады, бірақ 75 ол мына теңсіздіктерді қанағаттандырмайды. Бізге 71-ге дейін қарастыруымыз керек қой. Екінші 23-ке еселік болатын олар 23, 46 және 69 екен. Енді жай және құрама сандары дегеніміз не? Натурал сандар бөлгіштердің санына қарай жай және құрама сандар болып бөлінеді. Жай сан дегеніміз бір санымен өзіне ғана бөлінетін натурал сан. Мысалы, 17 санын алсақ, 17 саны 1-ге бөлінеді және өзіне 17-ге бөлінеді. 19 саны 1-ге бөлінеді, 19-ның өзіне бөлінеді. 29 саны 1-ге бөлінеді, 29-ның өзіне бөлінеді. 37 1-ге бөлінеді және 37-ге бөлінеді. Яғни 1-ге бөлінсе, берілген санның өзіне бөлінсе, бұлар жай сандар деп аталады екен. Енді құрама сан деген не? Құрама сан ол 2-ден артық бөлгіштері болатын сан. Мысалға 12 санын алатын болсақ, 12 санның бөлгіштері бізде 6 болып тұр, 6 бөлгіші бар. Демек, бұл құрама сан бола алады. Өйткені бізде 2-ден артық бөлгіштері бар мына жерде. 15 саны да бізде құрама сан болады. Мына жерде 4 бөлгіші бар. 4 санның бөлгіштері 1, 2, 4, 3 бөлгіші бар. Демек, бұл да құрама сан бола алады екен. Ескерту, бір санның бір ғана бөлгіші бар. Демек, бір саны жай санда, құрама санда бола алмайды. Өз туған күндері мен айларын жазыңдар. Әр санның құрамы әлде жай сан болатынын анықтаңдар. Әр санның бөлгіштерін табыңдар. Әр сан үшін 3 есептен жазыңдар дейді. Мен өз туған күнімді жазамын, ал сіздер өз туған күндеріңізді жазып, осы есепті менімен бірге қайталаңыздар. 15-05. Бірінші 15 бұл құрама сан, ал 5 саны жай сан болады. Неге? Себебі 15 санның бөлгіштері 4-те болып тұр. Міне 1, 3, 5, 15. 4 бөлгіші бар. Яғни бұл құрама сан болады. Ал 5 санның бөлгіштері 1 және 5, бірге және өзіне бөлінсе, ол жай сан деп айттық. Демек 5 саны жай сан болады екен. Енді әрқайсысынан 3 еселіктен жазайды. 15 санның еселігі 15, 30, 45. 5 санның еселігі 5, 10, 15. Бұны арғай жаза берсек болады. Шексіз көп, еселіктерді айттым. Енді мына берілген сандардың ішінен бірінші жай сандарды, екінші құрама сандарды, үшінші 75-тің бөлгіштері болатын, төртінші 7-ге еселік болатын сандарды теріп жазайық. Жай сан ережесін айттым, бірге және өзіне бөлінсе жай сан дедім. Сол жай сандарды мына берілген сандардың ішінен теріп жазамыз. Олар 2, 3, 5, 11, 89, 91 екен. Ал құрама сан дегеніміз 2-ден көп бөлгіштері бар болса, олар құрама сан дедік. Міне 14, 15, 25, 42 сандары бұлар құрама сан бола алады екен. Келесі 75 санның бөлгіштері. 75 санның бөлгіштерін мына берілген сандардың ішінен теріп жазасыздар. Олар 5, 15, 25 екен. Енді 7 санның еселіктері. 7 санның еселіктерін мына берілген сандардың ішінен теріп жазасыздар. 14 және 42 болады екен. Назарларыңызға рахмет. Тақырып ұнаған болса, онда лайк басып, комментарий басуды ұмытпаңыздар.